көптеген тәтелер айтып отырады, мен детский креммен ғана жүріп кете берем деп. 50-60 жастағы тәтелердің өзі менен жас көрінеді. Оның ішінде мен де бармын. Иә. Онда ең соңғы ауыры біз ота жағынан кеңес береміз. Қартаю. Жасқа қарамайды қазіргі таңда. Қалың тоналка жағады да, оның үстіне пудра жағады. Ол содан кейін кожамыз құрғайды. Ал құрғағанда не болады? Әжім шыға бастайды. Раисаға дейін біраз косметологтарға барған. Бір укол салғанда 4 жыл бойы әжім түспеген ба? 4 жыл бойы түспеген. Иә, соны айтып отырмын. Мен 4 жыл сақталып тұрмын ғой. Кейбір кезде тікелей эфирде отырып өзіме салып отырамын. Қазір мен бүкіл подругаларым осы Раисаға келеді. Менің түпкі мақсатым бұл техника, бұл витамин әр семьяда, әр ханымдардың қолында болса. Қайырлы кеш. Бүгінгі подкасттың жүргізушісі мен ақын Әлия Іңкәрбек. Бүгін біз ерекше тақырыпты қозғайтын боламыз. Ол әрине сұлулық тақырыбы, бұл мәңгілік тақырып. Осы орайда менің серіктесім Дина апайым отыр. Сонымен қатар Қазақстанда сұлулықтың символына айналған Жасару атты компанияның негізін қалаған бүгінгі құрметті қонағымыз Раиса Закария ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы кеш. Менің есімім Раиса Закария. Жасару компаниясының директоры боламын. Инесіз, уколсыз витамин мен әжім кетіру 10 жылдық маман есімін. Және де алғашқы рет қазақ елімізге әкелушімін. Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Жалпы Раиса, сені осы салаға жетелеген қандай күш? Енді біздің әйел деген енді нәзік жан, махаббат пен сұлулыққа мұқтаж жан. Дәл солай мен де сұлулықты өте жақсы көремін. Осыдан 10 жыл бұрын Қытайда жүрген кезде бір реклама көрдім. Витамин мен әжім кетіру, инесіз әжім кетіру деген бір рекламаны көрдім. Bir жағы жасалған, бір жағы жасалмаған. Соны көріп таң қалдым да, сосын жиналыстарына бардым. Жиналысына барғанда тіпті де бір мәрте мені таң қалдырды. Себебі 50-60 жастағы тәтелердің өзі менен жас көрінеді. Соған осы саланы 10 жыл бұрын таңдап, 10 жыл бойы жұмыс жасап келе жатырмын. Балалық шағыңыздан бері осы сұлулыққа қызыққаныңыз белгілі, себебі өз бет әлпетіңізден де көрініп тұр. Енді біздің жас аруларға қандай кеңесіңіз бар? Бет күтіміне байланысты алдымен режим маңызды ма, әлде тамақтану маңызды ма? Бізде көбінесе режим дұрыс болмаса да дене күтімі, бет күтімі өзгеріп жатады. Әрине мына жерде кеңес беретінім екеуі де маңызды. Біз үй жағдайда енді Корея жағынан айтатын болсақ, 16 жастан бастап бет күтімге кіріседі. Яғни отаға да кіріседі 16 жастан бастап. Ал бізде қазақ елінде міне жақын жылда ғана болды. Бет күтімге енді кірісіп жатыр. Бұрын енді мен қазақ елінде 6 жыл бойы жұмыс жасап келе жатырмын. Осыдан 3-4 жыл бұрын көптеген тәтелер айтып отырады, мен детский креммен ғана жүріп кете берем деп. Ол болмайды. Ол біздің кожамыздағы керекті витаминдерге жетісе алмайды ол детский крем. Сондықтан біз бет күтімді дұрыс қарауымыз керек. Енді жас күнімізден бастап бет күтімге мән беруіміз керек. Енді бастапқы үй жағдайда дұрыс бетті жуып тазалау, дұрыс кремдерді қолдану, сосын үй жағдайда өзіміздің дұрыс табиғи өнімдермен кремдерімізді жағып уход жасау. Раиса, осы салада жүргеніңе 10 жыл деп жатсың. Осы 10 жылдың ішінде қандай нәтижеге жеттің? Құдайға шүкір, 10 жылдың ішінде жетістігім өте зор деп ойлаймын. Осы 10 жылдың ішінде енді миллиондаған арулардың беттерін жасап келе жатырмыз. Оның ішінде мен де бармын. Иә, барлығы енді 99% ризашылығын көрсетіп жатыр, білдіртіп жатыр. Осы 10 жылдың ішінде енді 4 жыл Қытайда жұмыс жасадық. Қазақ елінде келіп жұмыс жасағаныма 6 жыл болды. Осы 6 жылдың ішінде енді Қытаймен қосқанда 5000-нан аса оқушыларым бар, шәкірттерім бар. Дәл қазір біздің қазақ елімізде 5 қалада Жасару атында клиникамыз бар. Жетістігім өте зор деп ойлаймын, Құдайға шүкір. Орталығың қай қалаларда? Орталық Алматы қаласында, Ақтау қаласында, Кентау қаласында, Қызылорда. Осы жақын арада Қырғызстан Ош қаласында ашылдық. Қырғызстанға шықтық. Халықаралық деңгей деген сөз демек. Шәкірттер туралы айтып қалдыңыз. Сіздің шәкірттеріңіз қандай
шарттармен жұмыс істейді, яғни сізбен бір рет тәлім алған соң келесі жол келіп байланыста бола ма, одан кейін қандай жолдармен үйретесіз, бізге қызық болып тұр. Шәкірт тәрбиелеу деген бұл енді өте жоғары деңгейдегі жауапкершілік жұмыс деп ойлаймын. Себебі енді әркім өз жағдайына қарап бізге білім алу үшін болашағын ойлап келген ханымдарға біз енді жауапкершілікпен бұл жұмысты, бұл кәсіпті ары қарай алып кете алатындай, нәтиже шығара алатындай қылып жауапкершілікпен оқытамыз. Енді көптеген қыз келіншектер сұрайды, оңай оқытасыз ба деп. Біз оңай қабылдамаймыз, офлайн. Әрбір келген қыз келіншектерді, ханымдарды кәдімгідей модель жасатып, тәжірибе тоқтап, ары қарай сертификатын беріп жібереміз. Яғни дәрумендерді пайдаланасыздар, тек қана табиғи өнімдерді пайдаланасыздар. Біз тек қана табиғи өнімдермен пайдаланамыз. Мысалы бізде әжім кетіру витамин деп отырмыз ғой. Ол әжімді қазіргі таңда біздің қазақ елімізде және де көптеген ханымдар ботокспен әжім кетіріп отырады. Енді ботоксты жамандамаймыз, о да өзінің ролын атқарады. Енді біздің витаминге келетін болсақ, бұл витамин арнайы әжім кетіретін витамині. Құрамында пептид, коллаген белоктармен жасалған. Адамның ағзасына ешқандай зияны, кері әсері болмайды. Барлық адамдарға қолдануға болады. Енді бұны 10 жыл бұрын Қытайда өзіме жасап, көзім жеткендіктен, сенгендіктен қазақ елімізге әкеп дамытып жатқан жайымыз болды. Раиса, жаңа сен айтып отырсың, 5 қаладан орталықты ашып отырсың. Оның бәрін өзің басқарып отырсың ба, осы жайлы айтсаң? Бұл жерде біздің 5 клиникамыз орталық Алматы қаласында өзім басқарып, өзім ашып отырмын, өзім атымда. Қалған 4 қалаларда менің өзімнен оқып кеткен шәкірттерім ашып отыр. Қазір енді олар да басында бірінші қадамнан бастап, одан кейін тәжірибе тоқтап, қазір бір клиниканың директоры болып отыр. Олар үшін мен өте қуаныштымын. О да менің өте жоғары жетістігім деп ойлаймын. Әрине, жалпы сұлулық дегенде біз тек қана жан сұлулығы емес, тән сұлулығына да мән береміз. Себебі ішкі жан дүниедегі дүние сыртқа да нұрын шашып көрініп тұратыны белгілі ғой. Бала кезден бастап осы эстетикалық талғам деген бар. Яғни ол талғаммен киіну, талғаммен жаңағы өнімдерді таңдау. Сіз осы сұлулыққа қатысты өнімдерді өзіңіз таңдайсыз, табиғи құрамдағыларды. Ал оны басқа аймақтарға жеткізу жолдары қандай? Бұл жерде енді жеткізу жағына келген кезде біз витаминдерді өзіміз тікелей Қытайда жасару компаниямыз бар және де. Қытайда жасару компаниямыздың тікелей заводтармен байланысымыз бар. И қазіргі қолданып отырған витаминдеріміз бәрі жасару маркалы, өзім маркамның витаминдеріміз. Енді жеткізуға келген кезде біз бұл витаминді Қазақстанда барлық құжаттарын тоқтап, лабораториядан өткен и 5 мемлекетке шығару құжаттарын алғанбыз. Сондықтан бізге енді Қырғызстан болсын, басқа қалалар болсын, басқа мемлекеттер болсын, бізге шығару өте жеңіл. Өте керемет, бұл да бір біздің сән индустриясы дейді ғой. Бұл да үлкен нәтиже, себебі табиғи түрде осылай сұлулықты сақтап қалу оңай емес. Қазіргі таңда бұл сұлулықтың артынан, трендтің артынан жүгіріп, былайша айтқанда табиғи сұлулықты да бұзып алып жатқан жағдайлар өте көп. Сонымен салыстырғанда сіз пластиканы мүлдем қолданбай, яғни дәрумендерді салып, біздің организм өзі де өте ақылды жүйе ғой организміміз. Сіз оған дәрумен беру арқылы әрдайым іске қосып отырады екенсіз. Көптеген жастардың да, үлкен қауымның да, яғни әйелдер қауымы жасқа бөлінбейді ғой. Сол қызығатындай бір сала деп білеміз. Алдағы уақытта біздің де барғымыз келеді. Бұл тылсым әлем, бұл бір біз үшін таңғажайып болып көрініп отыр. Мәселен, сұлулыққа қатысты тоқталатын болсақ, жас ұлғайған сайын адам да өзгере береді, бірақ оны сақтап отыру өзіне байланысты. Сіздің ойыңызша сұлулықтың бір сырлары қандай, құпиялары қандай? Менше енді сұлулықтың сыры ең маңызды ішкі дүниеде, біздің жан дүниемізде. Яғни біздің ішкі дүниеміз сұлу болғанда, ішкі
бейне сыртқы бейнеден көрінуге болады. Мысалы, әр адам бетіне қарап, іш жағында қандай екен, бұл қандай адам екен, уже 70-80% адамның бетіне қарап білуге болады ғой. Сол сияқты біздің ең бірінші сұлулығымыз жан дүниеміз. Ары қарай енді уақыт бәрібір өмірдегі өзінің дегенін алып отырады. Енді бізге келген әрбір ханымдарды біз бірінші бет жағдайын көреміз. Енді жеңіл жағынан болатын болса, жеңіл жағынан бастаймыз. Орташа, ауыр, 3 жағынан бөлінеді бізде. Жеңіл, мысалы, бет құрғау жағдай. Өте құрғақ. Біз енді әжім бірінші құрғақтықтан шығады. Құрғақ жағында. Басқа, мысалы, кожалар басқа жағынан жақсы, бірақ просто құрғақ болса, біз онда жеңіл жағынан уход жасаймыз. Мысалы, чистка жасаймыз, бет массажы, маскаменен жеңіл уходпен бастаймыз. Ал орташа әжім шығып кетті. Мысалы, көбінесе орта жастағы әйелдерде көп болады. Әжім кішкене тереңдеп кеткен, наса көкке түсіп кететін, бетіміз кішкене босайтын жағдайлар көп болады. Енді орташада біз витаминдерменен оны құтқаруға болады. Яғни біз табиғи витаминменен бір жасағаның өзінде 5-10 жылға жасартамыз. Ол қолымыздан келеді. Ал ауыр жағдайда жеңіл уходта болмайды, орта уходта да болмайды. Мысалы, жаңа витаминдер уже көмектесе алмайды, күші жетпейді, шамасы жетпейді. Онда ең соңғы ауыры біз ота жағынан кеңес береміз. Ал бірінші біздің ханымдарымыз келген кезде біз сразу ауыр жағынан кеңес бермейміз. Ең жеңіл жағынан шешуге болатын мәселе болса, онда жеңіл жақтан шешеміз. Сіз бет күтімінде әртүрлі жас ерекшеліктері болатынын айтып отырсыз, яғни кейде жастардың өзінде де әжім көптеу болуы мүмкін, немесе орта жастағыларда күтімі жақсы болса, бетінің де терісі жақсы болады. Осыған орай орта жастағы күтім қандай болу керек? Яғни сізде қандай нәтижелер болды, осыған тоқталатын болсақ? Бұл сұраққа мен жауап бере кетейін. Бұл жерде біз жасқа қарамаймыз. Себебі қазіргі таңда біздің жасқа қарамайтын болды, қартаю. Жасқа қарамайды қазіргі таңда. Себебі біздің қазіргі жас қыздардың өзі кейбір апалардың кожасына жетпейді. Не үшін дегенде дұрыс жағынан бет күтімді білмейді. Енді біз Қазақстан әйелдеріміздің өзі бұл жақын жылда ғана бастап бет уходқа кірісіп отырмыз ғой. Қазіргі таңда біздегі жас қыздарымыз дұрыс уход жағынан, бет күтім жағынан толық біле бермейді. Ал біздің қазір 18-19 кожамыз үлбіреп тұрған кезде, ал қыздарымыз қалың тоналка жағады да, оның үстіне пудра жағады, содан кейін кожамыз құрғайды. Ал құрғағанда не болады? Әжім шыға бастайды. Біздің жасымыз керісінше үлкен кісілерге қарағанда тезірек қартайып бара жатыр. Енді бізде бұрынғы заманда, ерте кезде біздің апаларымыз айтатын бізге: жап-жас болып тұрып беттеріңмен алысасыңдар, біздің жасымызға келгенде не боласыңдар деген сол кезде бір сөз маған қатты әсер айтатын. Бізге көп айтатын енді апаларымыз. Бірақ та ол кездегі ол кеңес дұрыс. Себебі ол кезде біздің дамымаған кез, техника дамымаған кез, көптеген косметикаларды, кремдерді бәрі химиялықтармен көбірек қосылып жасағандар ол кезде енді болмайды шынымен. Ал қазір біздің заман дамыған, технология дамыған заман. Қазір қайтадан біз табиғи өнімдерге көшкендіктен енді мен кеңес берем. Жас күнімізден енді қартаю бастапқы байқау кезінде бет күтімге кірісуіміз керек. Ал қанша жас бет күтімге кірісетін болсақ, сол кезден бастап біздің жастық шағымызды қартаймауға, уақытын алыстатуға болады. Осы орайда құрғақ сөзден гөрі шынымен де нәтижелерге тоқталатын болсақ, сіз өзіңіз бірнеше жылдан бері Райса ханымның сұлулық орталығына барып нәтижеге көз жеткізіпсіз. Сол бойынша біраз сөз қозғасақ. Мен 3 жылдан бері Райсаға барамын. Райса өз бетіме қарап, қандай процедура керек өзі жасай береді. Жалпы Райсаға дейін біраз косметологтарға барған. Бірақ ешқандай нәтиже көрген жоқпын. Райсамен танысқан кезімде де, Райсаға келгенімде осы сөзді айтқан болатыным Райсаға.
Сосын 3 жылдан кейін мен өзімнен нәтиже көргеннен кейін өз құрбыларыма, подругаларыма айта бастадым. Қазір мен бүкіл подругаларым осы Раисаға келеді. Ал қандай процедура жасап жатқанын бәрін Раиса өзі айтып шықсыншы. Дина тәте сұрамайды. Маған мынау керек, анау керек деп айтпайды. Келеді, мен қараймын, мынау керек екен, анау керек. Уже жасап болғаннан кейін барып айтайын, тәте, сізге мынау жасалды, анау жасалды деп өзі бетін толығымен маған сеніп тапсырған ғой. Рахмет сізге маған сенгеніңізге. Енді бастабында келген кезде маған ештеңке ұстамайды, бәрін жасатып көргенмін деген кезде мен айтамын, бәрін көрген екенсіз, сен бізді соңғы рет сынақ ретінде көріңіз, енді нәтиже болса онда ары қарай жалғастырамыз, болмаса онда өкпеміз жоқ дедік. Құдайға шүкір, сол 3 жыл болды осы уақытқа дейін. 3 жылдан бері біраз күш салдық енді тәтенің бетіне. Нәтижесі қалай? Нәтижесі сізге маман өзіме ұнады. Сосын қазір мен айына 2 рет Раисаға келіп тұрам. Маман ретінде сіз енді кезең-кезеңімен жасайтыныңыз белгілі ғой. Бірақ біз ол әлемді білмегендіктен қандай кезеңдері болатын кейде айтып жатады, плазма лифтинг деген секілді осындай этаптарын айтып берсеңіз. Бастапқы енді тәтеге белок толтыруден бастадық. Сосын аралықта витамин мен әжімдерді кетірдік, бет көтеру жасадық. Сосын ылғандандыру деген уходтарменен уход жасап келе жатырмыз осы уақытқа дейін. Енді кез келген әйел затының басты мәселесі ол әжім. Яғни әжімді кетіру процедуралары бірден нәтиже бере ме, немесе қанша уақытта ол ойдағыдай результатқа жетуге болады? Бұл жерде әжім кетіру витаминге келетін болсақ, бұл витамин енді табиғи өніммен жасалған, жаңа айтып кеттік. Бұл негізі бір рет қана жасалады. Бір рет жасағанда 1-7 күнде өнім бере бастайды. 1 айдың ішінде толық результат береді. Не үшін дегенде бұл витамин кожаның астында клеткаларымен жұмыс жасайды. Бұл витамин кожаның астында 1 айға дейін сіңіп болады. Яғни 1 айдан кейін біздің бетімізді аппаратқа салып тексеретін болсақ та, кожамыздың асты тап-таза. Бұл витамин денеге тарамайды, қанмен жүрмейді. 1 айдың ішінде толық результат береді. Ал тұратын уақытына келетін болсақ, жалпы тұратын уақыты 6 айда 12 ай тұрады. 1-2 жыл қартаю жолын байлатады. Енді өмірлік нәрсе жоқ. Әжім шықпайды емес, шығады. Бірақ шыққанмен де бұрынғы әжімнен аз болып шығады. Енді бұл витаминнің ерекшелігін айта кетейін. Бұл витамин ары қарай әжім шығады ғой енді. Шықса да жаңадан әжім түсірмейді. Мен не себепте жаңа жастан бастап күтіну керек деп айтып отырмын. Енді бұл витамин новый, жаңадан әжім түсірмейтіндіктен жастан бастап күтінетін болса, сол қалпын сақтап қала алады бұл витамин. Яғни мен қазіргі түрім 10 жылдың бұрын сақтап қалған түрім деп есептеймін деп айта аламын. Жыл өтсе де адамның бет терісі өзгермейді, яғни сәл ғана өзгеріс болуы мүмкін, бірақ әжімдер тоқтатып тұрады. Енді өмірлік нәрсе жоқ, әжім шықпайды емес, шығады. Шыққанның өзінде сол бұрынғы витамин жасардың алдында қандай тұрыңыз болса, сол түрмен ғана тоқтайды. Бұл жаңадан әжім түсірмейді, бұл витаминнің ерекшелігі. Жаңа аппараттар туралы айтып қалдыңыз. Мысалы, сізге келген клиент бірінші аппаратқа түсіп бетінің жағдайын біледі, одан кейін нәтиже кезінде аппаратқа түседі. Осында 2 этап бар ма сізде? Бізде этапқа келетін болса, ең жақсы бірінші бет күтім жасап алғанымыз дұрыс. Себебі көптеген бізде ханымдар бет күтім жағынан жеңіл қарайды. Көбінесе бізге келген ханымдардың беттері құрғап, әжім басып келеді. Енді сондықтан біз бірінші жеңіл бет күтім жасаймыз. Мысалы, бет тазалау, жуу, массажы, маскаменен бірінші бастапқы уходты бастап аламыз да, сосын ары қарай витамин саламыз. Сонда бұл өнімі одан да жақсы нәтиже береді. Ал бұл витаминді ұзақ уақытынан ұстағысы келетін болса, бізде енді осы уақытқа дейін 1,5 жыл тұрған ханымдарымыз бар, 2 жыл тұрған ханымдарымыз бар, әуелі 4 жылға дейін сақтап тұрған клиентіміз де бар. Мен өзім таңғалып жатырмын. Бірінші сол 4 жыл сақталған ханымымыздың отзывын естіп, мен одандары өз кәсібімді одан ары сүйіп, жақсы көріп, клиенттерімізді негізі біз махаббатпенен қабылдаймыз. Ол 4 жылға дейін созылған ханым жасы қаншада? Сонда?
Мен соған таң қалып тұрмын. 4 жыл қалай сақтап тұр оны? Оны мен ұмытып қалдым жазғанша деген точно. Жоқ, менімен қатар бір укол салғанда 4 жыл бойы ажым түспеген ба? 4 жыл бойы түспеген. Иә, соны айтып отырмын ғой. Мен соны таң қалып сақталып тұрмын ғой. Осы Алматыда ма? Алматыда. Сіз осындай нәтижелерге қаншалықты кепілдік бересіз? Кейбір теріге байланысты ойдағыдай шықпай қалуы мүмкін. Ондай жағдайда қандай әдістер қолданасыздар? Кепілдікке келетін болсақ, біз енді 100% кепілдік бір салғаннан нәтиже беретініне біз кепілдік береміз. Енді ары қарай адамның жасына, организмге байланысты, күнделіктің өзінің әдеттеріне байланысты бұл кейбір адамға 50% өнім беру мүмкін бір салғаннан, бірінші реткісінде. 60% өнім беру мүмкін, 70, 80, 90% өнім беру мүмкін. Әр адамға әрқандай нәтиже береді. Бірақ та біз гарантия бір салғаннан 100% результат беретіне. Раиса, сонда сенің витаминдерің жасқа қарап бөлінеді ма, жоқ бәріне бір витамин кете береді ма? Бізде жас аруда бір ғана витамин бар. Әжім кетіретін витамин бір түрлі ғана. Адам таңдап қоймаймыз. Өзімізге де, клиенттерге де, моделге де сол бір витаминді қолданамыз. Мен сіздің осы сұлулық орталығыңызды зерттеген кезде көптеген аруларға дәрумен салып жатқан бейнелеріңізді көрдім. Маған қызық болғаны, өзіңізге осы процедураны кім жасайды екен деген сұрақ. Бұл дәрумендерді өз бетіме өзім салам. 10 жыл бойы өзіме жасап келе жатырмын. Адам әлдегімге жасағанда ауыртпайды, бірақ өзіне өзі ине салған кезде қиын сәттері болуы мүмкін, ауыртуы мүмкін. Бұның бәрі сізге әсер етпей ме? Маған бұл жағынан әсер етпейді, себебі мен бұл витаминді табиғи өнім екен, денсаулыққа ешқандай зияны жоқ екен, мен 100% сенімдімен өзімді жақсы көріп салам. Сондықтан ешқандай маған қиындық емес, өз-өзіме салған. Көптеген клиенттерді айтады, енді кейбір кезде тікелей эфирде отырып өзіме салып отырам. Сонда өз-өзіңе қалай салып отырсың деп көптеген қыз-келіншектер айтады. Бірақ мен өз-өзіме салған маған жеңіл. Себебі мен бұл витаминдерге 100% сенімдімен, махаббатпен қараймын. Мысалы, ашып айтқанда сіз өзіңізге бұл витаминдерді қанша уақыт аралығында саласыз? 1 айдан кейін бе, әлде 1 жылдан кейін бе? Қаншалықты жиі болады? Бұл сұрақ өте жақсы сұрадыңыз. Бұл витаминді негізі ай сайын салуда болады. Бұл денсаулыққа ешқандай зияны, кері әсері болмайды. Бірақ та ай сайын салудың қажеті жоқ. Жаңа алдында айтып кеттік, жалпы тұратын уақыты 6 айда 12 ай бір салғанның өзінде. Әр адамға әрқандай әсер етеді. Енді мен өзіме келетін болсам, жылына сол 1-2 рет салам. Тәжірибеңдегі қызықты оқиғалар мен қиындық жайлы айтсаң. Енді қызықты оқиға келсек, 2 жыл бұрын бізде Шымкент қаласында өзіміз енді 3-ші салонымызды ашылу кезінде, енді жерден, қала-қаладан көп деген ханымыздар, сұлулыққа мұқтаж болып келген адамдар өте көп болды. Енді бір тәте есімнен кетпейді. Ақ таңдан кеш батқан жау уже қараңғы түсейін деп келе жатқан кез болатын. Кабинеттен шыға келсем әлі 10 шақты адамдар отыр. Кейбіреу баласын көтеріп отыр, мөлдіреген көздер, тіпті бірау су ішкенге ұяласыз аналарға қарағанда. Сосын мен енді шыдамай жанымда көмекші ертіп жүргенмін. Көмекшімді ертіп алдымда тәтелерге айттым, міне мен көмекшім өзім тәрбиелеп шығарғам, мен қалай жасам солай жақсы жасайды. Точкасы бір, аппарат бір, витамин бір, просто қол осамайды деген кезде бұл тәтеміз тұрып айтты ғой. Жоқ, Райса ханым, сіз бізге витамин самасаңыз да қолыңызбен сипап келсеңіз де біздің әжіміз кетіп қалатын сияқты болып отырмыз. Міндетті түрде сізге жасаймыз, біз мейлі 9 сағат күтейік, 10 сағат күтейік, бүгін жасамай қайтпаймыз деген. Сол тәте осы уақытқа дейін есімнен кетпейді. Ал сол тәтелер маған енді 100% сеніп келді ғой. Ал мен қанша шашап отырып жасасам да, ал бұл жерде бір жағдайлар болып тұрды. Ол махаббатпен маған келіп отыр. Қандай махаббат? Маған сенген махаббат, өзін жақсы көретін махаббатпен келіп отыр. Ал ол тәтенің шыққан нәтижесін мен айта алмаймын. Менің ойымдағыдан да керемет нәтиже шықты. Демек, ол ниетке де байланысты деген сөз. Ниетке де байланысты. Ол маған 100% сеніп келіп отыр ғой.
жаңағы сөзін көрдіңіздер ме, сипап кетсеңіз де менің әжім кетіп қалатын сияқты болып тұр. Енді ол ал мен оған ол кезде шаршауың да басылып қалды. менің өзім шаршауым да басылды. Иә, жүрегім елжіреп кетті, шынымды айтсам, сол сөзді естіген кезде. Қандай бақыт, иә, сөйтіп күтіп тұрғаныңыз. Иә, әрине енді ол сіздің тұрақты клиенттеріңіз қолыңыздың алтын екенін айтып тұр ғой. Белгілі бір қабілеттер, қасиеттер адамның бойына қонған кезде сондай жолы ашық болады. Біз де сіздің осы қабілетіңізді ерекше бағалап отырмыз. рахмет. Сондықтан мынандай сұрақ келді маған. Сіз осы қасиетіңізді, қабілетіңізді дамытып отырасыз ба? Яғни басқа елдерде осындай сән әлемінен дамыту курстары немесе бір сондай сабақтар өтіп отырасыз ба деген сұрақ. Әрине мен 10 жыл жұмыс жасасам да, мен де жыл сайын Қытайға барып білімімді асырып келемін. Адам бір бақытта тұруға болмайды. Біз енді жоспарымызда тек қана осы 5 салонмен ғана қалып қою емес, бұны тіпті де ары қарай ішкілей дамыту, біздің қазақ елімізде әр қалада жасарудың клиникасы болса, тіпті қазақ елінде емес, басқа мемлекетке де шығаруға бізде үлкен үміттеріміз бар. Сондықтан мен өзімді бірінші дамытуым керек, өсіруім керек, ары қарай бұны ішкілей, терең, ұзағынан алып кетуге. Ал шәкірт тәрбиелеуге келетін болсақ, шәкірт тәрбиелегенде сізге не маңызды? Мәселен, кейбіреуі кәсіби косметолог болып келуі мүмкін. Ол косметологтар сіздің біліміңізді алғысы келуі мүмкін. Оған мән бересіз бе? Мамандығына мән бересіз бе? Осы туралы кеңінен. Бұл жерде енді мен мамандығына мән бермеймін. Маған екі түрлі адам ғана керек. Маған маңызды емес, ол косметолог болу, ол медик болу, и осы салада жұмыс жасаған болу маған маңызды емес. Маған ең маңыздысы өзін жақсы көретін. И осы салаға қызығатын адам. Қызықпайтын адамды қанша әкеп тәрбиелесеңіз де ол ары қарай шықпайды. Сондықтан енді маған маңыздысы өзін сүйетін, өзін жақсы көріп, и басқаларға да сұлулық сыйлағысы келетін адамдар керек. Маған маңызды емес, ол мұғалім бола ма, басқа салада ма, басқа кәсіп істей ма, маған маңызды емес. Ол сонда сенен оқуды алғаннан кейін косметологияны ары қарай жұмыс жасап кете алады ма? Мысалы, сенің курсың қанша күнге оқытылады? Олар оқығаннан кейін кәдімгі кәсіби косметолог болып кете алады ма? Енді оқуға келетін болсақ, бізде бастапқы оқу 3 күн болады. Бірінші күн жаңағы мөлшер, точка, аппараттарды оқытамыз. Екінші күн сразу бетке шығамыз, яғни тәжірибе оқытамыз. Мен өзім қасында қарап тұрам. Екінші күні тәжірибе бітіреміз. Үшінші күні жаңағы оқыған білімдеріміз бәрін қайталап шығамыз да, түстен кейін сертификат таратамыз. Әрине тесттен өткендерге ғана. Олар сонда өзіне жасайтын болып үйреніп кетеді ма, жоқ кәсіби косметолог болып кетеді ма ары қарай? Енді мына жерде сіздер ойлап отырған жастар 3 күнде не біледі, қалай алып кете алады деген сияқты. Енді бұл бастапқы бірінші қадам. Әрине, кейбір адамдарға жеңіл болады, кейбір адамдар алып кете алмайтын жағдайлар болады. Енді бізде компания болғандықтан бір тіркегеннен өмір бақи бізбен байланыста болады. Біз көмек көрсетілген. Мысалы, енді басқа алыс қалалардан келетін адамдар көп қой, енді ол Алматыда жеп ішу, басқа жағынан шығымдар көп болып кетеді, бізде көп ұстай алмаймыз. Ал бастапқы оқуды оқытып болғаннан кейін өз қаласына барып, өз әрекет жасайды. Ары қарай алып кете алмайтын жағдай болатын болса, және де өзіміз барып көмектесіп ары қарай алып кете алатын жағдайға қарастырылған көмектесеміз. Сонда саған келетіндердің бәрінің салондары бар, косметология бәрінде салон бола бермейді. Енді кейбір адамдар өзі үшін оқитын адамдар болады. Яғни өзін жақсы көретін адамдар. Жоқ, мен клиент жасамай қояйын, мен өзім үй жағдайда өзімді күтіп, өзім әдемі болып жүрсем болды деген адамдар да келеді бізге. Ол аппараттар мен витаминдерді сендерден алатын болады. Бізден алады. Ал осы кәсіпті оқып ары қарай бір бизнес бастағысы келетін адамдар болады. Өзінің бақытын таба алмай жүрген адамдар келеді. Жаңағы алдында айтып кеткендей, қазір 4 филиал клиникамыздың өзі бізден оқып кеткен қыздар ашып отыр қазір. Өздерінің жұмыстарын жүргізіп отыр. Оларда медициналық толық білім жоқ.
Бұл жерде филиал ашу міндетті емес медицина білім. Ол директор болады, ал жұмыс жасайтын қыздарда міндетті түрде медицина білім болу керек. Себебі жаңа бізде инъекция техникаларымыз бар, жеңіл түрі, орташа, ауыр бар жағынан болғандықтан, енді клиника ашқан директорде міндетті емес медицина білім болу. Ол директор болып жұмысын жүргізіп отырады. Ал сол клиникада жұмыс жасайтын мастерде болу керек міндетті түрде. Түсінікті. Мысалы, Раиса, мен қазір инстаграмдардан көп көремін, Қытайдан келіп жатады, келіп, ота жасап, кетіп жататындар болады. Мысалы, мен ондайға сенбеймін. Қорқасың, мысалы. Ертең оны қайдан табасың? Мысалы, сенде клиника бар. Келешекте сондай ота жасайтын ойыңда бар ма, ота жасауды іске асыра аласың ба? Әрине бар, ол қазіргі жоспарымызда және де іске асыруда. Бұйырса, осы аз уақытта шығады бәрі. Раиса, сонда сенің түпкі мақсатың не осы мамандықты таңдағанда? Менің қазіргі таңғы түпкі мақсатым, мысалы, біз қала-қаладан филиал клиника ашып отырмыз ғой. Менің мақсатым қала-қаладан ашу емес. Менің түпкі мақсатым бұл техника, бұл витамин әр семьяда, әр ханымдардың қолында болса. Біздің клиника кемеяқ өз семьясында, өз жанұясында өз қолменен, өз сұлулығымен жастық шағын сақтап қалу. Менің түпкі мақсатым. Ал болашақта біздің арманымыз, қазір Қытайдан өнімдерді әкеп отырмыз ғой. Біздің арманымыз отандық өнім шығару, өндіру. Ал осы өнімді басқа мемлекетке шығару. Мысалы, қазір Қырғызстан жаққа шықты ғой, Құдайға шүкір. Тек қана Қырғызстан емес, және де одан ары басқа мемлекеттерге шығару біздің түпкі мақсат пен арманымыз. Раиса, сіз сөз барысында өзін жақсы көретін адам, өзін жақсы көру деген сөзді көп қолдандыңыз. Бұл ұғым өте ауқымды ғой. Өзін жақсы көретін адам қандай болу керек? Өзін жақсы көруге келетін болсақ, мысалы, енді әйел затпен мысалып айтатын болсақ, өзін жақсы көрген әйел адам бір көргенде уже белгілі, басқаша әдемі көрінеді. Өзінен енді әр жағынан аямайды. Киінісінен, боянысынан, және де күтім жағынан, әр жағынан. Енді мұндай бір сөз бар ғой. Әйел сұлу болса, әлем сұлу болады деп. Әйел адам енді бір қолымен әлем тербесе, бір қолымен бесік тербетеді. Сол сияқты. Өзін жақсы көрген адам енді бөлек, ерекше көзге көрінеді. Рас айтасыз. Ал арулар, жасарғыларыңыз келсе, жасаруға келіңіздер. Құрметті көрермен, жасарумен бірге мәңгілік жастықты таңдайық. Біздің де барғымыз келіп отыр. Енді алдағы уақытта Раиса ханыммен әрдайым байланыста боламыз. Сіздерге де осы өмірді, осы бағытты ұсынғымыз келеді. Раиса ханым, алтын уақытыңызды бөліп бізбен сырласуға келгеніңізге көп рахмет. Әлі де байланыста боламыз. Шығармашылығыңыз, осы салаңыз дами берсін деп тілек айтқымыз келеді. Айтқаныңыз келсін. Сіздерге де рахмет. Бүгінгі кеш өте ұнады, өте көңілді болды. Сіздер де мәңгі қартаймаңыздар, мәңгі әдем болып, сұлу болып жүре беріңіздер. Айтқаның Көп келсін. рахмет.